Бүгін сіздермен шоколадты сүзбелі бәліш жасаймыз. Алдымен арнама жазылып, лайк басып қойыңыз. Ендеше бастаймыз. Ұнға қант, какао, қопсытқышты қосып араластырамыз. Оған сары майды салып, крошка жасаймыз. Содан кейін бір жұмыртқаны жарып, қамыр илейміз. Бұл қамырды көп илеуге болмайды, барлығы біріккен соң тоңазғышқа саламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасына бізге сүзбе, қант, 2 жұмыртқа, кукуруз крахмалы және 100 грамм қаймақ қажет болады. Осының барлығын блендермен жақсылап езуіміз керек. Формаға пергамент қағазын төсеп, қамырды салып, қамырды қолымызбен жаймалап шығамыз. Дайындап қойған салмасын құямыз. Бәлішті алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 35-40 минут арасында пісіреміз. Бәліш піскен соң үй температурасында суытамыз. Суыған соң бетіне ганаш кремін жасаймыз. Ганаш кремін жасау үшін шоколад пен сары майды микротолқынды пеште ерітіп аламыз. Содан соң тұздалған арахис қосамыз. Оны бәліштің бетіне құйып 1 сағат тоңазғышқа қоямыз. Абайлап пышақпен ыдысынан босатып аламыз. Ең салтанатты кезеңіне келдік. Әдемілеп кесіп дастарханға ұсынамыз. Не айтсам болады, өте дәмді ерекше пирог, міндетті түрде жасап көріңіз.